бірінші Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтік колледжінің 41 топ білім алушысы Мұсахан Іңкәр Асхатқызы. Диплом практикасы. Практика жетекшісі Алтанова Рахат Сауырбековна. Бүгін мен қашықтықтан оқытуды бастаймын. 7-ші сынып оқушылары. Бүгінгі сабағымызды бастайық. Сабағымызды гүлмен тілек әдісі арқылы бастаймыз. Бір-бірімізге жылы сөздер айтамыз. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Қазақстан Халқы Ассамблеясы. Осы сабаққа қойылатын оқу мақсаттары: мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау. Еліктеуіш сөздердің мәтіндегі қолданысын түсіну. Сабақ мақсаттары: оқушылардың барлығы орындай алады. Мәтінді оқиды, сұрақтарға жауап бере алады. Оқушылардың көпшілігі орындай алады. Өз ойларын ортаға салады, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжай алады. Оқушылардың кейбірі орындай алады. Еліктеуіш сөздердің қолданылуын түсінеді, өз ойларын ашық жеткізе алады. Бағалау критерийлері: мәтінді оқиды, сұрақтарға жауап береді, мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжайды. Еліктеуіш сөздердің мәтіндегі қолданысын түсінеді, өз ойларын ортаға салады. Қазақстан көпұлтты мемлекет, тілі басқа, тілегі бір, сан ұлт өкілдерінің ортақ үйіне айналған қара шаңырақтың алтын діңгегі қай уақытта да ауыз бірліктен ынтымақ болған. 1995 жылдың 1 наурызында Қазақстан Республикасы президенті жанындағы консультативті кеңесші орган ретінде Қазақстан Халқы Ассамблеясын құру жөнінде елбасының жарлығы шықты. Ассамблеяның бірінші сессиясы 1995 жылдың 24 наурызына белгіленді. Қазақстан Халқы Ассамблеясын құру жөніндегі дайындық жұмыстары жоспарына жергілікті жерлерде кіші ассамблеялар ұйымдастыру міндеті кірді. Кіші ассамблеялар жаңадан құрылған органның сессияларына тұрақты қатысушы ретінде 200 адамды делегат етіп жіберетін болды. Кіші ассамблея атқаратын барлық шаруа өңірлердегі жергілікті атқарушы биліктің қамқорлығымен жүргізілді. Қазақстан Халқы Ассамблеясы президенттің басшылығымен құрылды. Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылған күнінен бастап елдегі этника аралық қатынас мәселелер талқыланатын пікір алысу алаңына айналды. Сұхбат барысында айтылған салмақты ой пікірлер, ұсыныс-тілектер елбасының назарына ұсынылды. Алаңда кездессекте бейбітшілік және келісім сарайындағы сессияларда бас қоссақта барша ұлт өкілдерімен бір отбасы сияқты тату-тәтті өмір сүріп жатқанымызды сезініп, айрықша қуанамыз. Осының бәрі президентіміз құрған Қазақстан Халқы Ассамблеясының арқасы. Қазақстан Халқы Ассамблеясы туы астында жүріп, біз тек грек халқының ғана емес, мемлекетіміздің де барлық дәстүрлерін құрмет тұтып, ардақтаумен келеміз. Соның арқасында көңіліміз жай, өміріміз берекелі. Тату-тәтті тірлігімізге көлеңке түспейді деп сенем. Халқымыздың ынтымақ бірлігін сақтауға біз де өз тарапымыздан күш саламыз. Өйткені біздің күшіміз бірлікте. Қазақстанның тәуелсіздік алуына байланысты корейлер рухани түлеп, ұлттық салт дәстүрі мен әдет ғұрпын жаңғырта бастады. Біз бүгін мәдениеті қайта түлеген еліміздегі саны жағынан көп диаспоралардың біріміз. Қазақстан Халқы Ассамблеясы ұлттық саясатты жүзеге асыратын, сондай-ақ түрлі ұлт өкілдерінің ашық пікірін алысуын ұйымдастыратын бірегей институт ретінде құрылды. Ассамблеяның нәтижесі жұмысы арқасында еліміздегі мәдени жаңғыру үдерісі еліміздегі барлық этностарды қамтыды. Бұл орайда ассамблея көп шаруа атқарды. Алғашында Қазақстан Халқы Ассамблеясы негізінен жергілікті жерлерде ұлттық мәдени орталықтар құрып, жексенбілік мектептерде ана тілі мен ұлттық дәстүрді жаңғырту және дамыту, туған ел тарихын оқытып үйрету, ұлттық мәдениетті насихаттайтын қалалық және республикалық фестивальдер өткізу жұмыстарымен айналысып, елдің қоғамдық саяси өміріне белсене қатысуды мақсат етті. Ұлтымыз бөлек болғанмен бәріміз бір елдің, Қазақстанның азаматтарымыз. Ауызбіршілігіміз қашанда мықты болған. Ынтымақ бірлігімізге сыза түспеуі тиіс. Сонда ғана балаларымыз бақытты өмір сүреді. Қазақстанның барша этностарының қазақ жеріне, қазақ халқына ризашылық шексіз. Қазақстанда ұлттық мәдениетті сақтауға қамқорлық жасалады. Президентіміздің Қазақстан Халқы Ассамблеясының арқасында еліміздегі әртүрлі ұлт өкілдері жақсы өмір сүріп жатыр. Келешекте Қазақстан онан сайын көркейіп, гүлдене беретініне кәміл сенемін.
Болашағымыз жарқын, өйткені халқымыз президенттің жүргізіп отырған саясатына сеніммен қарайды. Ынтымағымыз жарасып, тату-тәтті өмір сүріп жатқан елміз. Жылдар өте келе Қазақстан Халқы Ассамблеясы қызметінің негізгі бағыттарында бірқатар өзгерістер болды. Конституцияға енгізілген өзгерістерге сәйкес 2007 жылдан бастап Қазақстан Халқы Ассамблеясы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіне 9 депутат сайлайды. Қазақстан Халқы Ассамблеясы атына сайланған депутаттар еліміздегі ұлттар мен ұлыстар өкілдерінің өздеріне артып отырған сенімін ақтауы тиіс. Олар заң шығару ісіне белсене қатысады, сондай-ақ этникааралық қатынастар мәселелеріне қатысты заң жобаларын талқылайды. Мәжілісте Қазақстан Халқы Ассамблеясы атына сайланған 9 депутат бар. Біз өз бірлестігімізді құрып, бұған басқа партиялар мен бірлестіктерден сайланған депутаттарды тарттық. Билік органында отырған еліміздегі көп ұлтты халықтың өкілдері екенімізді жақсы түсінеміз. Алдымызда үлкен міндет тұр. Ол міндет президент алға қойған 4 институционалды реформаны жүзеге асыру. Елдегі бірлік пен тұрақтылықты сақтау, сондай-ақ мәңгілік ел идеясы мен болашағы біртұтас ұлтты қалыптастыру уақытында нақты қадамдар жасау үшін заң шығару қызметіне ықпал ету. Үлкен үй тұрғызу үшін күш салу керек. Еңбексіз ештеңе болмайды. Бізде де сол сияқты. Әрқайсымыз бірігу үшін күш салып, Қазақстан Халқы Ассамблеясы төрағасы алға қойған міндеттерді орындауға дайын болуымыз керек. 22 жыл ішінде Қазақстан Халқы Ассамблеясы әр алуан мәдениеттерді бір-бірімен жақындастыру және Қазақстанда жалпы адамзаттық құндылықтарға негізделген көп мәдениетті қоғам қалыптастыру жөнінде үлкен шаруалар атқарды. Рухани жақындасу өзегі жақсыны жатсынбайтын, жаңашылдықты жатырқамайтын, қазақ халқының ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан мәдениеті екені сөзсіз. Тіл саясатында таразы басын тең ұстап, осы бір күрмеуі қиын, күрделі мәселені талас тартыссыз, дау-дамайсыз шеше білген аз ғана елдердің бірі де Қазақстан. Ел азаматтары, әсіресе жастар, мемлекеттік тілді меңгеруге өте ықыласты. Қазақстанның лингвистикалық байлығы жалпы қазақстандық мәдениетті байытып, көп ұлтты Қазақстанның бірлігін нығайта түсетін маңызды факторға айналса, ал ел халқының рухани үйлесімі қазақстандықтардың азаматтық және саяси бірлігін онан сайын нығайтып, мемлекеттік тәуелсіздігінің және қоғамымыздың 21 ғасырдағы ынтымақ бірлігінің кепілі болып отыр. Ассамблея деген сөзді қалай түсінесіздер? Бірінші тапсырма. Мәтінді оқыңдар, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар дайындап, диалог құрыңдар. Еркін жазу әдісімен Қазақстан Халқы Ассамблеясы туралы ойларыңды жазыңдар. Дескриптор. Мәтінді түсініп оқиды, мәтінді аяқтайды, сөйлем құрылымын сақтайды. Тапсырма. Еліктеу сөздерді қолданып, тәуелсіз еліміздегі халықтар достығы туралы бір шумақ өлең құрастырып көріңдер. Дескриптор. Еліктеу сөзді қолданып, бір шумақ өлең немесе нақыл сөз құрастырады. Өлең құрылысын сақтайды, тақырыпты ашады. Кері байланыс. Бүгін сіз үшін не қызық болды? Бүгінгі сабақта не білдіңіз? Сабаққа қалай қатыстыңыз? Осы сұрақтарға жауап беріңіздер.